бірақ сәтті болмады. Альмира, келе ғой. Сәлем, Альмира, қалың қалай? Сәлем. Қалым жаман емес. Иә. Кеше естіп жатырмыз, құрметті көрермен, кеше осы қатысушылармен бірге бір қызықты ойын ойнайым деп басын жарақта қаттап алды деген хабар келді маған. Қалай енді жалпы басын жарып тұрған жоқ па, дұрыс па? Негізі бүгін демалайын деп ойлағам, бірақ өзіммен өзім қойшы жатсам жата берем. Сезді ғой, жүрегім сезді ма үміткер келетінін. Әйтеуір орнымнан тұрып келдім бүгін. Жаман емес, енді жақсы. Кішкене сабырлық керек. Қалай жарақаттанып жүрсің сонда? Біз қатысушылардың барлығымыз ойнап жүрдік. Үлкен шарик болды, андай доп сияқты. Соның ішіне былай екі қолмен ұсталып кіресің ішіне, соның басың бәрі сол шариктің ішіне тұрады. Тек аяғың ғана. Және сәкеннің кесірінен деп естідім мен ойнап жүрдік та, бір-біріміз жаңа доппен ұрамыз, ол домалаймыз, ішінде қызықта домалап ойнап жүргенде, сосын мен Асхатты құлатып алдым да, өзімше мәз болып енді шариктің ішінен шығып қуанайын деп ойладым да, енді Асхатты жеңдім деп, сосын Ақжарқын ой молодец деп айғайлап жатып бүйтіп қолымды шығарып, басымды шығарып қалып едім. Сәкен келіп мені бүйтіп итер жіберді да, сосын мен баспен былай неге қарай темірге барып басыңды. Темірге барып, жылу беретін темірге барып ұрып алдым. Жарайды, енді байқамай жасаған шығар. Енді оқыс деген аяқ асты ғой. 100 рет естігеннен бір рет көрген артық дейді, оның бейнесі де бар екен, біз қарайық. Бұл енді жалпы ойынның бейнесі түсіріліпті. Негізі осылай ойнап бір-біріміз ұрылған сәті жоқ, е? Ұрылған сәті түсірілмеген, ол жерде ешкім бокс деген аяқ асты ғой, енді аяқ астынан болды, ешкім ойлаған жоқ. Жарайды енді, ең бастысы бәрі жақсы аяқталыпты, және де жаңа ғана әңгімелесіп отыр едік, жалпы біз Сәкен екеуміз бір топқа ойнап едік дейді де. Көздері түсі ажырата алмай ма, әйтеуір маған шабуылдағаны қызық деп отырды. Сәкен, сен неге шабуылдайсың өзіңнің ойыншыңа? Жоқ, ол шабуылдаған емес, қызық болды ғой сөйтіп. Бәріміз бір-бірін соқтық. Ана ішінде не істемейді, ауырмайды ешнәрсе. Оның басы ашық қалған көрген жоқ, іші сәл буланып кетеді. Жоқ, негізі оның іші көрінеді да, бірақ Сәкен көк және қызыл болды жаңа. Біз өзіміз басында футбол сияқты ойнап жүрдік қой, Ақжарқын кім? Мәди бәріміз, иә? Сол кезде Сәкен біздің тобымыздағы болды, біз керісінше оларды ұруымыз керек болған көктерді. Жоқ, ол керісінше келіп бізді ұрып жүрді, біз өзіміз құлап жүрміз. Сәкеннің мақсаты ұру ғой енді. Білмеймін, ол көрмедім дегенге мен сене алмай өткен былай. Анашым мен өзім көріп тұрмын да, білмеймін, Сәкеннің келе атқанын көремін да, мен Сәкен деп айғайлағанша болған жоқ ол. Тарс. Енді Сәкенді танимыз ғой жақсы. Жалпы үміткерге көшейік. Қалай енді, дайынсың ба үміткерді қабылдауға? Денсаулығың дайын ба үміткер қабылдауға? Басың ауырып тұрған жоқ па? Көңіл күйің түсіп отырған жоқ па? Мен денсаулығым дайынмын. Дайынсың, иә. Енді кеше ғана бір үлкен алдау операциясын әшкерледік. Енді бір сенім қалған жоқ па? Сенім кеткен жоқ па үміткерге деген? Көрейін енді мен бүйтіп енді сенуге тырысамын барынша. Бірақ адам өзінен ақ көрініп тұрады ғой, әңгімесінен ақ. Түсінікті. Бірақ енді осы жолы соңғы үміткерің келген шығар деген ойдамын. Қазір ендеше қошеметпен ортаға үміткер шақырайық, бастайық. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз кім бұл? Серік. Тегіңіз? Тоқтарбек. Тоқтарбек.
Мен Мәдидің інісі ма деп қалдым да, мүмкін ағасы ма деп. Туыстық қарым-қатынасыңыз жоқ па? Ұқсайды екен. Жоқ. Түсінікті. Неге Альмираны таңдадыңыз? Ол қыздың негізгі көзінде шынайылығы бар, және де қарапайымдылық, тікке сөйлейтіні. Сол. Қарапайым, шынайы дейді. Ендеше баста кесек сенде, Альмира. Қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы қысқаша айта кетсеңіз және енді руыңызды, жалпы қай жақтан боласыз, отбасыңыз жайлы барлығын. Мен Ұлы-жүз Албан. Албан. Алматы облысы, Іргелі ауылында тұрам, Қарасай ауданы. Қай жылғы боласыз, жасыңыз қаншада деген ой? 21-де 96 жылым. 21-де. Отбасыңыз жайлы үйінде қанша ағайындысыз? 4-еу, ағам, мен сосын артында қарындасым, сосын інім бар. Демек, үйдің кенжесі емессіз, бірақ ұлдардан кенжесіз, е? Шаңырақ иесі өзіңізсіз. Менде бір сұрақ бар ендеше. Ертең бәрі жақсы болып, таныстықтарыңыз тойға жалғасып жатса, ата-анаңызбен бірге тұрасыз ғой, е? Енді бірінші Алла бұйырса, ата-анаммен тұрамыз, сосын барып шығамыз. Өте дұрыс, жарайсыз. Сен дайынсың ба жауап оған, Альмира? Ата-анаммен тұруға дайынмын, Ата-енеңмен. Ата-енеммен, Керемет. Жалпы үйленуге дайынсыз, апай? Ағаңыз үйленген ба? Ағам ба? Сол ағамнан үлгі алып, осы жаққа келіп отырмын ғой, ағам да ерте үйленген, 21 жас. Дұрыс. Жалпы немен айналысасыз, жұмыс жасайсыз ба, әлде оқисыз ба? Оқуын бітіргем, медицина жайлы. Медицина? Талғар медицина колледжін бітіргем, грантта. Содан кейін жалғастырдыңыз ба оқуды? Колледжден кейін жалғастырдыңыз ба оқуды? Жоқ, мен өзім болашаққа деген ойларым басқа болды, және де мен медицина қатты қаламадым. Мен басқа нәрсемен айналыстым. Қазір немен айналысасыз сонда? Мен былай айтқанда өзімнің кішігірім бизнесмен айналысам. Өзіңіздің кәсібіңіз бар. Өнерге қатысы бар ма ол кәсіптің? Өнерге? Өнерге бір, мүмкін тамадалық шығар, әншілік пе, күйшілік пе, бишілік? Жоқ, ондай емес. Ондай емес. Өнерге ешқандай қатысыңыз жоқ, е? Өнерге қатысыңыз жоқ па? Жоқ. Жалпы Серік, су ішкіңіз кеп тұрған сияқты ғой, е? Тамағыңыз құрғап қалды ма? Деп отырсыз қайда. Ендеше қазір бізге бір стақан су бола ма? Алып келуге. Ыңғайлы отырыңыз, таспаңыз. Бұл жерде сізге көмектесу үшін барынша көмектесеміз, тырысамыз. Жалпы енді осы Қалаулымға келем деген шешімді қашан қабылдадыңыз? Қашаннан бері Қалаулымды көріп жүрсіз? Мен көп көрмеймін негіз Қалаулымды. Бірақ арасында көріп тұрмын, сосын жаңа үміткер Альмира деген кезде жаңа қатысушы деген сөйлеп бастап көрдім ғой. Бірден көзіңізге оттай басылды, е? Солай болады. Керемет. Ал жиі көрмеймін дедіңіз. Жалпы енді осы тұста отбасыңызбен ақылдастыңыз ба? Өйткені енді біздің жобаға екі түрлі пікір бар. Кейбір үміткерлерден гөрі әншілердің өзі қорқақтайды осы жаққа келуге. Ақылдастыңыз ба? Мүмкін қайтесің балам, ол елдің алдына шығып деп. Жоқ. Ал, суыңызды алыңыз. Ата-аналарыңыздың рұқсатын алып келдіңіз бе? Су ішіп алсын, қасы тұрады. Ал, су ішіп болдыңыз ба? Ал енді ата-ананың рұқсаты жайлы жалғастырайық әңгімені. Алып келдіңіз ғой? Серік мені естімей тұрған сияқты. Естіп тұрмын, айтыңыз. Сол енді жауап бермейсіз, естіп тұрсаңыз. Ата-анам рұқсатын алып, осы жаққа келдім. Алдыңыз, қарсы емес. Альмираны біледі ғой, дәл осы Альмираға келгеніңіз жайлы. Керемет. Енді осы Альмираны келін қылып алып келсе қабылдайды демек. Қабылдайды.
Осы мысалы бәрі жақсы болып, әңгімелеріңіз жарасып, керемет енді жандарыңыз бір-бірін түсініп жатса, үйлесімін тауып жатса, қанша уақытта тойға дайын боласыз? Алла бұйыртса 1 жылға. 1 жыл. Керемет. Ал, Альмира, өзің қойға сұраққа. Бұрын соңды махаббат оқиғасы басыңыздан өтті ме? Ғашық болып көрдіңіз бе жалпы қыз баласына деген бір? Әлі бар ма сол қалай? Қалай ұмыттыңыз, егер ғашық болсаңыз? Студент кезімде ғашық болғам. Болды, кетті, болды. Болды, кетті, бітті дейсіз. Жалпы ондай өзімнің өткен нәрселер туралы айтқым келмейді негізі. Ол личный жизнь сияқты. Иә, дұрыс. Ең бастысы ол жерде үлкен бір құпия және де ұятты дүние болмаса болды. Өйткені бұл бағдарламаның ерекшелігі сол. Сіз айтпасаңыз да миллиондаған көрермен қарап отыр, жеткізеді ол ақпаратты. Жалпы жарайды. Ең басты сұрақ осы болашақ жарыңыздың бойынан қандай қасиет іздейсіз, және де мысалы бүгінгі жұлдызды қонағымыздың өзі айтып отыр. Ең басты сіздің міндетіңіз ертеңгі болашақ балаларыңызға дұрыс ана таңдау. Сол ана қандай болу керек? Ана деген атқа сай болу керек. Яғни сосын айтады ол, егер әйел мен қыз бен ұлдың ортасында бір общий нәрсе болу керек дейді. Иә. Ол екеуі мысалға иманды, екеуі де ислам дінін ұстап, екеуі бірге намаз оқыса, екеуі жұдырықтай болса,